Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, сендердің біреулерің таңертең тұрған кезде дейді, аля кулли сулама садақа, сенің денеңде қанша буын бар болса, сонша садақа беру керексің дейді әр күні. Қараңыздаршы қандай нәрсе. Әр күні сонша садақа беру керексің дейді сен. Денеңде қанша буын бар, сонша садақа беру керексің дейді. Сосын Алла Тағала бұны жеңілдетіпті. Қараңыз бізге. Сен субханалла деген кезіңде бір садақаны жазып жібереді дейді Алла Тағала. Сен альхамдулилля деген кезде бір садақаны жазып жібереді дейді. Сен бір бауырыңды көлігіне мінгізіп жіберген кезде бір садақаны жазып жібереді. Сен оған немесе бір жүгін әпергенде бір садақаны жазып жібереді. Әрбір буынға. Біреуге барып жақсылықты үйретіп атсаңыз, садақа жазып жібереді. Біреуді жамандықтан қолынан алып қалсаңыз, садақа жазып жібереді. Бір бауырыңа күле салсаң болды екен, садақа жазып жібереді. Қараңыз. Ал енді осының бәрін істеуге тіпті жеңілдеткен екен. Духа уақытында 2 рәкағат намаз оқи салсаң, түгел буынның садақасын бердің дейді. Қараңыз. Қараңыз қандай. Кім Алла Тағалаға жауап берді? Алла Тағала оған жеңілдетеді бәрін. Алла Тағаланың жеңілдігі қандай бізге жасаған. Сондықтан мына буындар, ол Раббысына еңкею үшін, сосын сәждеге құлау үшін, ана жүзде Раббысының алдына жығылу үшін жаралған бұл жүз. Сондай бір періштелерді жаратып қойған Алла Тағала. Қараңыздар. Жаратқан күннен әлі жаратылысының хақысын, өзінің жаратылғандағы әсемдігінің жаңағы шүкірлігін әлі жеткізе алмай жатқан періштелер. Әлі сәждеде жатыр да. Әлі сәждеде жатыр. Жаңағы Құрайштың мүшриктерін айтады. Сендер тәкаппарланып жүргенде дейді. Валаху ман фис самавати вал арди. Көктегілер мен жердегілердің барлығы оныкі дейді. Ва ман индаху. Қараңыздаршы, оның құзырындағы періштелер ла ястакбируна ан ғибадатихи. Алла Тағалаға ғибадат жасаудан тәкаппарланбайды дейді олар. Ва ла ястахсирун. Жалықпайды да дейді олар. Жалықпайды. Керісінше хақысын бере алмай жатырмын деп ойлайды. Қараңыз қандай періштелер. Юсаббихуна лайла ван нахара ла яфтурун. Түнде де, күндіз де Алла Тағаланы дәріптеумен және үзіліс жасамайды дейді. Ал бізге Алла Тағала үзіліс берген 5 уақыт намаздың арасының бәрі үзіліс. Бірақ тек Алланы еске алып жүр. Қараңыз. Алла Тағала дүние мен ақыретіңдің жақсылығын қоса бергісі келеді. Ол сізді дүниедегі жақсылықтардан, дүниедегі байлықтан, дүниедегі ақшадан тыймайды Алла Тағала. Тек оны жүрегіңе ұстамаш дейді. Жүрегіңе кіргізбеш дейді оны. Қолында тұрсыншы дейді. Сұраған кезде оп-оңай беріп жіберетін. Қанша болғанда проблема жоқ. Проблема жүректе болмау.